кәдімгі ретро стильде киіп келген қонақтарымызға, бриллианттарымызға түрлі керемет сыйлықтар бердік. Көп жоспарларымыз бар, кәсіпті дамыту. Басқа жағынан, мүлдем бұндай емес, басқа жағынан мен бәсекелестеріме қатты бір қызғанышпен, бір басқа агрессиямен қарамаймын. Барлықтарыңызға сәлем. Бұл мың бір кәсіп YouTube арнасы. Бүгін бізде 14-ші шығарылым және қонақта Қазалы ауданында Кристалл кафесінің негізін қалаушысы және де аудандағы Аида жеке балабақшаның меңгерушісі Алия ханым. Қош келдіңіз. Рахмет. Жалпы сұрақты бастамас бұрын ең әуелі өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Алия деген кім? Жалпы мамандығыңыз туралы, отбасыңыз туралы? Менің есімім Алия Машинбаева, Алия Қуатбайқызы. Негізгі мамандығым педагог, бастауыш сыныптар мұғалімі. Алматы қаласындағы Қазақ қыздар педагогикалық университеті бітіргенмін. Білімім жоғары. Өз отбасымда ата-анам, ағам және інім бар. Бір үлкен отбасының ерке қызымын. Қазіргі таңда бір әулеттің келінімін, жолдасым бар, ата-енемен бірге тұрамын. Ең алғашқы біздің отбасылық кәсібіміз осы Аида балабақшасы. Мен осы Аида жеке балабақшасының меңгерушісі болып, өз мамандығым бойынша жұмыс жасаймын. 2015 жылы ашылды балабақшамыз. Қазіргі таңда 10 жылға, Алла қаласа осы жылы мамыр айында балабақшамызға 10 жыл толады. Бұл отбасылық, жалпы 2015-тен бастап жұмыс істеп 2015-тен бастап, жалпы барлығы да біздің отбасылық кәсіп, Кристалл болсын, балабақша болсын, барлығы да. Кристалл кафесі туралы жалпы сізде 3 кәсіптің басын ұстап отырсыздар. Осы жерде жеке таныстырып өтсеңіз, Аида балабақшасы туралы, және Кристалл кафесі, және осы Кофе Лав кафетерия. Жаңа айттым, Аида жеке балабақшасы 2015 жылдан бастап жұмыс жасайды. Біз 3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларға тәрбие мен білім берумен айналысамыз. Аллаға шүкір, қазір 10 жылға таяп қалды. Бірнеше бітіруші түлектеріміз, бірнеше мектеп-лицейдің үздік оқушылары, барлығы біздің балапандарымыз. Екінші Кристалл кафесі клуб қой енді. Кристалл клубы 2021 жылы қыркүйек айында ашылды. 2021 жылы қыркүйек айында Кристалл, 2021 жылдың желтоқсан айында, жылдың аяғында бізде сол Кристаллдың жанында азық-түлік дүкеніміз бар, Манго мини маркет. Сол маркетіміз ашылды 21 жылы. Және осы 2024 жылдың кеше ғана бір ай болды. 31 желтоқсанда осы Кофе Лав орталық алаңдағы біздің отбасылық кәсібіміздің 4-ші кәсібіміз. Дегенмен де ол енді қазір қайынсіңілім Айназ өзі айналысып отыр. Атасының, әжесінің, көкесінің қолдауымен Айназға біз ашып берген болатынбыз. Дәл осы сіз отырған Кофе Лав жақында ғана іске қосылды. Жақсы, енді жалпы 4 түрлі кәсіпті айтып жатырсыз. Сіз осы аудан халқының тұрғындарының қанша адамды жұмыспен қамтып отырсыз? Аида балабақшасында 25 қызметкер бар, Кристалл кафесінде 15 қызметкер, Манго маркетте 3 қызметкер, Кофе Лавта 2 қызметкер. Жалпы енді 50-ге жуықтап қалады, 50-дей адамды біз жұмыспен қамтып отырмыз. Енді келесі сұрақ, жалпы әр саланың жақсы жақтары, қиындықтары әртүрлі болады. Ал сіздердің салада қандай қиындық және жақсы жақтары бар? Негізі барлық кәсіптің қиындығы мен қызығы бірге жүреді. Әрине, қиындықсыз болмайды. Ең алғаш кәсіп бастағаннан кейін оның қиындықтары өте көп болады. Және сол қиындыққа мойымай, жеңілмей, тек жеңіске қарай ұмтылу керек деп ойлаймын. Енді көп өзі жаңа айтып отырмын ғой, бізде 4 түрлі отбасылық бизнесіміз бар. 4-еуінің 4 түрлі өзінің проблемасы бар, өзінің жетістігі бар деген сияқты. Балабақшада бала, ата-ана, Кристаллда клиенттер, бриллианттарымыз, сондай енді өзіндік қиындықтармен, онсыз да енді болмайды ғой.
қиындықтармен қызығымен бірге жүреді. Енді осы жерде жаңа айтып жатсыз ғой, клиенттермен жұмыс жасаймыз деп, иә. Жалпы клиенттермен түсініспеушілік орын алады, иә. Сондай жағдай болды ма, және ондай жағдайда сіздің әрекетіңіз қандай болады? Мен анау кристалда үнемі клиент деп айтпаймын, мен бриллианттарым деп айтамын. Жалпы барлық қонақтарды солай айтатын, өзімде сондай фишкам бар. Бриллианттарымызбен әрине болмады емес, түсініспеушіліктер болады. Енді бізден де қателік болады, бриллианттарымыздың да. Енді әр адам әртүрлі ғой, түсінбейтін адамдар болады деген сияқты. Дегенмен де оны жақсы жағынан әдемі түсіну арқылы бір-бірімізді солай шешеміз. Кәсіп болғаннан кейін ол жерде адаммен байланыс жасай білу барлығы өте маңызды. Иә, өте маңызды. Ең бірінші кәсіпте адаммен жақсы қарым-қатынаста болу, ең бірінші. Аудан осы халқының көбінесе қандай нәрсеге, не нәрсеге қызығушылығы басым? Мысалы, тұтынушы ретінде. Ауданымыздың жастарына әсіресе, бізге ауданымызға кинотеатр керек, жастарға. Біз анау кәсіпкерлер, кәсіпкерлер достарымыз бар ғой, жақсы араласатын ауданымыздағы. Үнемі отырғанда айтамыз, кинотеатр керек, мега керек, шағын болса да, дәл енді қазіргі керек дүниелер. Не көп кафелер көп ашылып жатыр, баня деген ашылып жатыр, мысалы, караоке деген ашылып жатыр. Дегенмен сондай бір жоқ дүниені ашса деген ойым ғой өзімнің. Жастарға өте керек. Сырттан мысалы кино келетін болса, аудандық мәдениет үйінде прокатқа қойып жатыр ғой, бір демалыс күндері. Мен өзім командамен барам, демалтам командамды, кристалдағы қызметкерлер, жастарын әсіресе, олар өте қатты қызығады. Кеше мысалы Муана болыпты, мультфильм, оның алдында қалай еді? Тағы бір кино бар ғой? Кеттік бәрін таста. Сол киноға командамызбен бардық. Киноға жалпы қызығушылық көп, және адам да көп барады. Сондай үлкен арнайы кинотеатр ашылса деген енді өзім ойым. Жалпы шынымен қарап отырсақ, осы Қазалыдан демалыс күндерде арнайы уақыт бөліп, облыс орталығына, кинотеатрға, торговый домға барып жатады. Сол жаңағы мега дейді ғой, сондай сияқты балалар ойнайтын жері де, аралайтын жерлерде көп, отбасылық әсіресе жастар қазір баратын сондай жерлер болса деген ойым бар. Жақсы. Енді жалпы кәсіп бастау үшін қандай нақты үш қадамдар болуы керек? Осы міндетті түрде жасалу керек деген бар ма? Кәсіп бастау үшін ең бірінші тәуекелшілдік болу керек. Тәуекелге бару керек. Еш нәрседен қорықпай, ой, мен осындай затым сатылмай қалса қалай болады, банкротқа түсіп қалсам қалай болады деген жаман ойларды артқа тастап, тек тәуекелшілдікпен тәуекелге бел буып бастау керек ең бірінші. Екінші, жақын адамдарыңыздың қолдауы болу керек. Ең бірінші қолдау, ол да керек. Осыны біз осы кезде айта салайын, ұмытып қалмаңыз. 13 шығарым шығардық, осының ішінде бір кісіден ғана естіген сияқты, осы жақындарының қолдауы дегенде. Маған енді өзіме, маған өзіме ата-анамның, ата-енемнің, жолдасымның көп қолдауы болды. Жалпы отбасымның, өзімнің ата-анам бар, өзімнің бауырларым бар. Барлығының қолдау арқылы, енді мен жалғыз өзім бірнеше бизнеске, мысалы, шамам келмейді, үлгермей жатам. Сол кезде маған жақындарым көп көмектеседі, көп қолдау көрсетеді. Мен сол қолдау деп ойлаймын. Үшінші, махаббат керек. Қандай жұмысыңыз, кәсіпке барлық ынтаңызды, күш-жігеріңізді, махаббатыңызды ең бастысы салып жасасаңыз, ол кәсіп деген гүл болады ғой. Жоқтан бар жасап, керемет қылып, кішкентай ақшадан көп ақша шығаруға, кішкентай дүниеден үлкен дүние шығаруға берілетін мүмкіндік бұл махаббат. Ой, менің ақшам жоқ, ой, ол кредит бермейді ғой, менің зданиям жоқ, залогқа қоятын. Көп адамдарда болады осындай проблема. Дегенмен де оның бәрі құр бос сөз деп ойлаймын. Сосын жаңағы уақыт жоқ деген дүние бар. Уақыт ешқашан жетпейді. Барлығына барынша уақыт тауып, ең бірінші, жаңа айттым ғой, тәуекел етіп, жанашыр жандарыңның қолдауы және махаббат. Жаңағыдай анау болмай қалса, мынау болмай қалса деп
негізі ондай жағдай Иә. бәрінде болатын Мгм, сияқты, иә. ол жай ғана сылтау. Дәл қазіргі заманда мен жастарға айтатын едім, дәл қазіргі осы кезде заманда даму бағдарламасы бар, кәсіпкерлік саласы бар, әртүрлі бағдарлама бар ғой, енді мен қазір аттарын ұмытып отырмын. Жеңілдікпен берілетін несиелер бар, солар арқылы кішкене ғана қаражат алып, әрі қарай күндіз түні тынбай еңбек етіп, ой жаңағы ақша жоқ, біреу диванда жатсаң сізге әкеп бермейді ғой, сотты қарап, инстаграмға қарап, біреудің өміріне қызығып жатсаңыз, ол ешқашан ешкім сізге әкеп бермейді. Сол үшін тырмысу керек, өзінің неге қабілеті бар, мысалы, жастардың өзінің неге қабілеті бар, неге бейім, сол бойынша кәсіпті бастаса, жаңағыдай, ол әрі қарай іске асады. Өйткені өзінің жақсы көретін дүниесі. Қолынан келіп тұр, иә. Сіз мысалы врачсыз барып мұғалім бол, педагог бол деп сізге ешкім айтпайды ғой, қинап. Сол сияқты ғой енді. Өзінің ынтасы, жігері, сол нәрсені қалауы, қолынан не келеді, немен торт пісіре ала ма, шаш ала ма, ол бояндыра ала ма, тырнақ істей ма, бар ғой енді қазір неше түрлі көп. Сондай сияқты өзінің қабілетіне байланысты жұмыс жасаса, ол жүзеге асады. Үлкен нәтиже береді ол. Жақсы. Енді жалпы осы кәсіпкерлік туралы мифтер де болады, иә. Сол туралы топ 3 мифті айтып берші. Мынандай болмайды, мынандай дегендердің ішінде мынау шындыққа жанаспайды деген сияқты. Бола ма ондай? Мысалы, мен жаңа айтып кеттім, сөзімде айттым ғой. Уақыт жоқ деген сылтау, ақша жоқ деген сылтау, кәсіп барысында барынша жалқау болмау керек. Барынша қазір интернеттің, әлеуметтік желінің дамыған заманы, барлығын қарап, көріп, жасауға да болады. Мүмкіндік көп, иә. Басыңды кішкене қозғалтып жұмыс істесең, араласаң, көрсең, өте мүмкіндік көп. Келесі сұрақ, сіздің көзқараспен Қазалы аудандағы дамып жатқан соңғы жылдардағы топ 3 кәсіпкерлікті айтыңызшы. Соңғы жылдардағы бірінші Мерей салоны, Мерей сұлулық салоны. Қазіргі таңда ауданымыздағы номер 1 деп айтсам да болады. Өте керемет, жастарға, әсіресе қыз-келіншектерге өте керемет соңғы технологиядағы дүниелерді әкеліп, тойларға, мерекелерге ұзатылып жатырған, той болып жатқан ханшайымдарға түрлі. Айтпақшы, Мерейдің свадебный салон магазины де бар. Екеуін бірлесе отырып, жақсы дүниелерді жасап жатыр. Оның ішінде енді өзімнің мастерлерім бар, өте керемет, қолдары алтын. Аблай мен Малика. Аблай хейр стилист, Малика визажист деп айталам. Енді олар да жеке тұлға. Мерей салоны бірінші, екінші Нұрай Гүлдер, вокзал жақтағы, Қазалыдағы ең бірінші ашылған, есім менің, егер шатаспасам, ең бірінші Қазалыда ашылған, ең алғашқы ашылған Гүлдер. Әлі де жұмыс жасап келе жатыр, өте жақсы. Үшінші Халал Нават кафесі бар, өте әдемі, Прым көшесінде. Тамақтары өте дәмді, керемет. Қазіргі таңда 5 жылдың ішінде жұмыс жасап келе жатырған. Осы үшеуін айтсам болады. Жақсы. Келесі сұрақ, сіз айтып жатсыз, мемлекеттік жұмыста жасадым және кәсіпкерлікте жасадым деп. Енді осы жерде екі саланың, екі жақтың қандай айырмашылығы бар? Мен ең алғаш осы оқу бітіріп келген жылы, 2011 жылы Балдырған номері 7-ші Балдырған санаториялық балабақшада жұмыс жасадым, парктың жанында, Шеңіс паркінің. Сол жақтан ең бірінші педагог еңбек өтілім сол жақтан басталды десем болады. Ол кезде жасыңыз қаншада болды? 19-да болды жасым. Қазір енді 15 жыл еңбек өтілім бар, педагог. Соның ішінде ең бірінші бастаған, мен үшін ыстық, әрдайым номер 7-ші Балдырған балабақшасы. Енді мемлекеттік жұмыспен жеке кәсіптің айырмашылығы, әрине енді мемлекеттік жұмыста белгілі бір уақытпен жұмыс жасаймыз,
уақыттан тыста жұмыс жасайтын кездеріміз де болды. Енді жаспыз ғой ол кезде. Уақытпен санаспай, тек ол кезде де үйренем, білем деп жүрдік. Өзім жүрдім солай. Оның да өзінің қиындығы мен қызығы бар мемлекеттік жұмыстың. Ал енді кәсіпке келетін болсаң, енді өзіңнің кәсібің ғой. Күндіз түні аянбай еңбек етесің. Күндіз түні барлық махаббатыңды, уақытыңды, идеяңды, барлығын өзіңнің кәсібіңе жұмсайсың. Айырмашылығы сол. Жалпы келесі сіздің хоббиіңіз қандай? Мысалы, мен арнайы уақыт бөліп осын жақсы көріп жасаймын деген бар ма? Менде нақты бір хобби жоқ, әртүрлі хоббиім бар. Өлең айтқан жақсы көрем, караоке мен өлең айтқан жақсы көрем. Жақындарымның, өзімнің жақын адамдарым тойларында өлең айтам, өзімнің отбасымда той болған кезде. Онан кейін екінші, көбінесе бос уақытымды өзімнің командамен өткіземін. Жаңа айттым ғой, Кристалда бізде жастар бар, Аллаға шүкір, прям активный ұл қыздарымыз. Соның сол командамен бірге жақсы уақыт өткізуге тырысамыз, когда Кристал демалған кезде. Жаңа кино келіп жатады, ауданымызға неше түрлі қызықты мағынасы бар ойындар ойнаймыз. Жақсы жерлерге барамыз, жаңадан ашылған кафелерге болсын, халал болсын, жақсыны көрмекке бірге солай командамен уақытымды өткіземін. Жалпы енді өзіңіздің бір күндік ритуал ма, жалпы күніңіз қалай өтеді, сол туралы толық айтсаңыз. Сізге қарап тұрса, бір ерекше әдемі, сұлу, кәдімгідей күтімі бар адам екеніңіз көрініп тұрады ше. Сол туралы ашып айтсаңыз. Менің енді бір күнім қалай өткенде, таңертең ерте тұрамыз міндетті түрде, тек қана енді аптаның 5 күнде міндетті түрде ерте тұрамыз, үйдегілерге таңғы ас береміз, жұмысқа барамыз. Жаңа айттым ғой, балабақшада жұмыс жасаймын деп. Түскі ас береміз, түскі ас жасаймыз. Түстен кейін өзімнің шаруаларыммен жүремін, балабақшадағы, немесе тағы да қосымша бизнестер бар ғой, кафе болсын. Онан кейін кешкі тамақ, кешкісін Кристал кафесі, солай-солай жалғаса береді. Негізгі күтімге келетін болсақ, салонға жиі барып тұрамын. Және үйден уходтар жасаймын. Бет күтімі, шаш күтімі, барлығына, дене күтіміне. Жалпы Қазақстан аумағында немесе шетелге саяхатқа шығатын сәттеріңіз болады ма? 2024 жылы, былтыр, ровно 1 жыл болды, қаңтар айында біз отбасымызбен Дубайға бардық. Ең бірінші шыққан шетелге сол бірінші рет. Алла қаласа, осы 25-те де жоспарда бар. Басқа шет мемлекетті көру отбасымызбен бірге. Қазақстанда бар, Алматы, Астана, Шымкент. Бірақ батыс жаққа барып көрмеппін. Келесі сұрақ, енді өзіңізден кейін өсіп келе жатқан жастарға беретін кеңесіңіз бар ма? Және де кітаптар болсын, подкаст болсын. Мен өзім көбінесе психологиялық кітаптарды көп оқимын. Әйелдерге байланысты, қыз-келіншектерге байланысты, оның ішінде жетістіктерге жету деген көп психологиялық кітаптар оқыдым. Жастарға беретін кеңесім: ең бірінші денсаулыққа көңіл бөліңіз. Ең бірінші байлық денсаулық, денсаулыққа ештеңе жетпейді. Екінші, отбасыңызға көңіл бөліңіз. Кәсіп, жұмыс дей бермей, отбасындағы жандарға, балаларыңызға, жолдасыңызға, үлкендеріңізге, ата-аналарыңызға көп көңіл бөліп, махаббатыңызды бөліңіз дегім келеді. Үшінші, өзіңізге инвестиция құйыңыз. Кітаптар оқыңыз, көптеген қазір онлайн курстар көп қой, көптеген онлайн курстарға қатысып, өзіңіздің жаңа бағанада айтып өттім ғой, қолыңыздан не келеді, соған қарай ыңғайлап мақсат қойып, сол мақсатқа әрекет етіңіз деп айтқым келеді. Төртінші, қорқыныштан емес, жаңа дүниелерден шабыт алуға тырысыңыз. Мен жасай алмаймын деп өзіңізді артқа тартпай, алға қарай ұмтылыңыз. Және бесінші, қаржылық сауаттылықты арттырыңыз. Дәл қазіргі керек дүние ғой. Ақшаны үнемдеп жұмсау, ол да қазір курстарда көп үйретіліп жатыр онлайн.
ақшаны үнемдеп жұмсау, қаржылық сауаттылықты ең басты арттыру керек деп ойлаймын. Өзімнен кейінгі жастарға, қыз келіншектерге осындай 5 дүниені айтар едім. Жалпы кәсіпкерлік болған жерде бәсекелестік міндетті түрде болады, иә. Жалпы осы бәсекелестерге сіздің көзқарасыңыз қандай? Не айтар едіңіз, болмаса қандай бір ақыл кеңесіңіз бар? Енді бұл кәсіп барысында әр кәсіп әртүрлі, мысалы әртүрлі ғой. Әркімнің өзінің идеясы бар. Бірақ енді қазір осы дүниені ашып айтқым келеді. Интернетті ашсаң, барлық адамға бірдей дүние көрсетіледі. Оны біз жасасақ, мысалы, ол анадан қайталаған болып көрінеді. И ол кәсіпкерлер, мысалы, жазып жатады, бізден қайталап жатыр деген сияқты. Осы дүниені айтқым келеді. Біз енді қандай идея болғанмен де қазіргі әлеуметтік желі арқылы ізденіп, ұштастырып, ойымызды қосып жасаймыз ғой. Барлығы да солай жасайды деп ойлаймын. Дегенмен, әлеуметтік желіде қазіргі рыноктағы товарларды бірдей алып қалуымыз мүмкін. Мысалы, бірдей бір нәрсе жасауымыз мүмкін. Ол қазіргі хит тренд дейді ғой. Ешкім трендтен қалғысы келмейді, қалмай да жатыр. Ал соны жасасаң, бұлай кәсіпкерлер бар. Мен осы дүниені айтқым келіп жүреді. Алла бәріне өзінің несібесін беріп қойған. Әр адамның маңдайына жазылған бағы мен бақты несібесі бар. Бізден қайталапты деген сияқты Инстаграм әлеуметтік желіге салып жататын көрінеді. Солай айтқым келеді. Қазіргі трендтегі, қазіргі жаңа дүниелердің барлығын шығару үшін барлығы бірдей де болуы мүмкін ол. Сол айтайын деген. Әркімнің несібесі өзіне. Сол үшін енді мен бәсекелестеріме қатты бір қызғанышпен, бір басқа агрессиямен қарамаймын. Жақсы көзде, жақсы араласуға тырысамын, жақсы көзбен қарауға тырысамын, қараймын да. Дегенмен енді ол кісілердің кішкене түсініктері де бар, енді әр адам әртүрлі ғой. Дәл солай жазып жатыр. Сұраныс болған жерде, ол жерде ұсыныс та болады. Иә, дәл солай. Әркім соған байланысты әркімнің ризығы солай қарай қозғалады, солай жұмыс жасайды, сол бағытта. Бірақ оны кейбір кәсіпкерлер, әсіресе ізімізден ерген жас кәсіпкерлер оларды түсінбейді. Грубо айтқанда, жаңа айттым ғой, бізден қайталапты деген сияқты, қайталамаңыздар деп өздерінің әлеуметтік желілеріне салатын көрінеді. Маған енді жіберіп жатады ғой жан-жақтан. Мен әлеуметтік желіні өзім жақсы жүргізгенімен басқа біреудің әлеуметтік желісін мен қарамаймын. Мен босқа уақыт өткізбеймін. Өзіме керекті Инстаграм парақшалары бар, бір-екеуі ғана. Менде қарайтын да уақыт жоқ. Ұйықтайтын кезде кішкене бір-екі қарайтыным бар. И то өзіме керекті дүниелерді ғана қараймын. Осында болып еді, осында салып еді ғой деген сияқты. Мен артық ешқандай уақытымды әлеуметтік желіге көп уақытым жібермеймін. Қазіргі уақытта кәсіп пен әлеуметтік желінің қандай байланысы бар? Жалпы кәсібіңізге қаншалықты қажет? Менің өзіме, лично кәсібіме Инстаграм, мысалы, Инстаграм әлеуметтік желі өте маңызды. Мен көбінесе айталам, қазалы халқы, енді осы ауданымыздың тұрғындары, әсіресе жастары, мені барлығы осы Кристалдан таниды, и Кристалдың Инстаграм парақшасымен біледі мені, Алия екенімді, и Кристал клубының. Қандай жақсы дүниелер саламыз, акция болсын, скидка болсын, белгілі бір әнші келеді, новогодный осындай шоу-программа болады, 8 мартта осындай болады деген сияқты жақсы дүниелердің барлығын халық Инстаграмнан біліп келеді маған. Мен оны 100% кәдімгідей, менде қанша подписчик бар, соның көбісі осы Қазалы ауданының тұрғындары, әсіресе жастары. Сол үшін маған өте маңызды. Менің арнайы өзімнің әлеуметтік желім жоқ, бірақ Кристал парақшасы арқылы крем және басқа бизнестерімде әдемі жаңалықтарым болса, сол жерге салып отырамын. Кристал парақшасы арқылы. Енді жалпы осы 4 кәсіпкерліктің басын алып жүрміз деп жатырсыз, соларға сипаттама беріп өтсеңіз, жеке. Аида жеке балабақшасы ең бірінші біздің отбасылық кәсібіміз, өзіме қатты ыстық. Аида балабақшасына мен 23 жасымда бастадым меңгерушілікті, ең бірінші.
Балабақшамызда жаңа айттым 3 пен 6 жас аралығында балаларға тәрбиемен білім берумен айналысамыз. Және балалар қабылдаймыз, арнайы өзіміздің балалар таситын машинамыз бар, перевозка дейді ғой, апарып алып келетін. Барлық жағдай жасалған, жақсы тағамдар беріледі уақытылы, және сонымен қатар түрлі іште іс-шаралар болады балабақшамызда. Ата-аналардың қатысуымен, балалардың қатысуымен өте керемет жоғары деңгейде шаралар көрсетіп жүрміз. Ең бірінші. Екінші, Кристалл клубы күнделікті жұмыс жасайды. Қазір парақшасын мына жаққа қойып кетерсіздер. Парақшамыз осындай. Кристаллда қазір 4 банкетный зал бар. 10 адамнан бастап 50 адамға дейінгі сиятын 4 банкетный залымыз бар, және үлкен общий залымыз 150 адамға арналған. Тойларыңыз, мерекелік кештеріңіз болса, банкеттеріңіз, туған күндеріңіз болса, келіп тапсырыс бере аласыздар. Және ерекше шоу-программа бұйырса Қазалы ауданында осыған дейін жасап келдік. Егер хабарларыңыз болса, түрлі әншілер шақырдық, түрлі театрлар шақырдық. Бұл жерде енді Макеңнің еңбегін айтып кеткім келеді. Бізде амбассадор Малыша Саба деген болды, әлде бар, бірге жұмыс жасаймыз. Сол амбассадорымыз неше түрлі идеяларды әкеліп ауданымызға, оның ішінде Кристалл кафеде бұл әр мереке сайын әртүрлі. Ең бірінші біз Кристалл ашылған кезде, басқа әңгімеге кетіп қалдым, енді айтып жіберейін, ретро стилінде керемет кеш өткізгенбіз 2021 жылы октябрь айында. Сентябрьде ашылдық, ортасында октябрьде өткіздік. Үлкен кәдімгі керемет дүниелер. Даже біз осы ауданымыздағы басшыларды бір-екі ағайларымызға өтініш айтып, жюри қылып, кәдімгі ретро стилінде киіп келген қонақтарымызға, бриллианттарымызға түрлі керемет сыйлықтар бердік. Алдараспан театры, Шаншар театры, Назараудар театры, тағы да көп әншілер, Төреғали, Төреәлі, қазір енді есіме түсіп отқан жоқ. Роза Әлқожа, Әділет Жауғашар, Кеңес Әлімжан, Жандос Қаржаубай, тағы да көп, Айбек Қайбола, көп жұлдыздар біздерге келіп өнер көрсетті. Біз арнайы шақырттық Алматы қаласынан. Әрбір мерекеде солай ерекше бір-біріне қайталанбайтын үлкен сондай мерекелік кештер ұйымдастырамыз. Алдағы уақытта да бұйырса ұйымдастыратын боламыз. Наурызда мысалы біз керемет қазақы этностилде киініп келген жандарға әдемі сыйлықтар бердік, наурыз көже тараттық, және ұлттық ойындардан керемет не болды? Сайыстар болды ұлттық ойындардан. Сонымен ол кезде үлкен қой тігіліп басты жүлдеге. Сол қойды ең көп көтерген жан бриллиантымыз ұтып алып кеткен болады. Сондай ерекше дүниелер болды. Шоу программалар барлық мерекеде ұйымдастырылып тұрады, бір-бірінен қайталанбайтын ойындар. Сондай бишілер, сырттан келетін әншілер деген сияқты. Осы соңғы жаңа жылда біз жылқы ойнаттық. Кешегі 25-ші осы жаңа жылда жылқы ойнаттық. Ол осы Корттың бір жігіттері ұтып алды. Өте керемет отзыв жіберді. Барлығы сол Инстаграм парақшасында тұр. Өте керемет кеш болды. Жалпы айтып отырмын ғой, бір-біріне ұқсамайтын керемет кештер болып тұрады Кристаллда. Және үшінші кәсібіміз сол Кристалл клуб жанындағы бірінші қабатта орналасқан Манго азық-түлік дүкеніміз. Бізде таңғы сағат 9-дан түнгі сағат 1-ге дейін жұмыс жасайды. Азық-түліктің барлық түрлері бар. Сол өзіміздің маңайдағы, бізде ар жақта үйлер көп қой, енді ипотека бар. Сол енді өзіміздің маңайдағы, бер жағындағы мемлекеттік мекемелер бар. Барлығына солай қызмет көрсетіп отырмыз азық-түлікпен. Жанымызда көршілеріміз дейді ғой енді. Төртінші отбасылық кәсібіміз осы орталық алаңда ұйымдастырылған, сіздер отырған Coffee Love кафейнеміз. Қазір Инстаграм парақшасын тоже жазып кетерсіздер деп ойлаймын. Таңғы сағат 10-нан түнгі сағат 12:00-ге дейін күнделікті ашықпыз. Бір ай ғана уақыт болды, жақында ғана 31 желтоқсанда ашылдық. Осы жерде орталық алаңда құттықтау концерт болды, аудан әкімінің құттықтауы болды. Сол кезде Аллаға шүкір тұтынушыларымыз көп болды, әлде келіп жатыр.
Бізде кофе, чайдың түрлері, мохито, коктейль, тәттілердің түрлері, ыстық самсалар, круассан, барлығы бар. Өзі қазір Инстаграм парақшасында да көре алсаңыздар болады. Алдағы уақытта да бізде үлкен жоспар бар осы кофе лавтың дүниелерін көбейту ішіндегі. Өйткені енді жаз мезгілі күн ұзақ қой, мына жерде жастар қыдырып жүреді. Енді мынау қаладағыдай арбат қой, бір сөзбен айтқан кезде. Балапандарымен келетін жастар бар, отбасылар бар, сол студенттер бар, жазда енді бізде айтып отырмын ғой, Қазалыда көп баратын жер жоқ қой. Серуендейді кешкісін, таза ауа жұтады. Мына жерде фонтан бар, бұйырса енді жазда қосылады деген ойдамыз. Сол жаз мезгіліне дейін Алла қаласа біраз дүниелерді қосамыз. Соның барлығын кофе лавтың әлеуметтік желісінде көрсететін боламыз бұйырса. Төртінші бизнесіміз осы. Алдағы уақытта бізде отбасымызда өте көп жоспарларымыз бар, кәсіпті дамыту. Басқа жағынан, мүлдем бұндай емес, басқа жағынан бұйырса жоспарларымыз бар. Әуелі Алла деніміз сау болса, көре жатармыз, аман болса, ол күнге де жетерміз деп ойлаймын. Жақсы, бізде соңғы сұрақ, енді біздің каналға сын пікіріңіз болса, соны айтып өтсеңіз. Сіздердің каналдарыңызды мен кеше ғана көрдім, өте керемет. 14-ші шығарылым дедіңіз ғой. Ауданымыздағы кәсіпкер жастарымыздың, апайларымыздың барлық подкасттарын тыңдадым, өте керемет. Мен қуандым және қуанып отырмын осы кезде де. Басқа қаладағыдай бізде де ауданымызда осындай подкаст бар екеніне. Анау әлеуметтік желілерде көреміз ғой, енді подкаст шақырып жатқан. Қатты қызығатын шыны керек, өте керемет. Және кейде сол подкасттар көріп қалған кезде сіздердің арналарыңызға ең бірінші, енді Қазалыда бірінші рет ашылып жатыр деп ойлаймын. Алдағы уақытта көптеген идеялар мен шығармашылық табыс тілеймін. Еңбектеріңіз жана берсін. Мен осындай подкастқа шақырғандарыңызға көп рахмет. Бізге қонақ болғаныңызға көп рахмет, кәсібіңізге береке тілейміз. Және осы біздің каналдың жалпы бірінші рет көрдім деп жатсыз ғой, соған кішкене түсіндіріп жіберейін. Біз негізі осы ауданда жаңадан ашылып жатқан көптеген кәсіпкерлік бар, бірақ көп адам оны білмейді, соны толық кім ашып жатыр, ол адам қалай ашты, қалай еңбек жолы, ол просто келе салған жоқ, жүріп өткен жолын барлығын түсіндіріп айтсын, өзі отырып деген сияқты. Және де бізде Қазалда осындай нәрселер бар, ашылған деп, тек қана Қазалдың адамдары емес, бүкіл Қазақстан көре алатын YouTube арнаға салатын боламыз. Сонымен қатар Инстаграмға да саламыз, жалпы көрсету. Тек қана кішкентай ғана бір ауыл емес, бізде өзгерістер бар, бізде даму бар деген сияқты. Жалпы бізде сол. Бұл бізде 14-ші шығарылым. Бізді үнемі көріп, қолдап жүргендеріңізге көп рахмет айтамыз. Қош сау болыңыздар. Сау болыңыздар.